Банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофаннан қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп, көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс екен. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып отырып сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қату. Іш қату бар адам үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныс. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз, яғни подписаться батырмасын баса кетіңіз. Банан ағзадағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға бірден-бір себеп екен. Асқазан жарасына да пайдасы бар. Яғни банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырынына зиянын тигізеді. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімінде орналасқан жараларды жуып қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Яғни диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. Көп жүріп физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамында калий бұлшық етке оң әсер етеді. Ісінулер кезінде банан жиі жеу керек. Ағзадағы ісінулерден арылтады. Одан кейін ол энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзадағы қант мөлшері көбейіп, ал энергия жаттығулардың нәтижесінде белгілі жоғары дәрежеге жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин мен хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарады. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз, яғни подписаться батырмасын баса кетіңіз.